Сәлем достар, баршаңызға сәлем. Қыр баласы каналыма қош келдіңіздер. Мен Жазира, Стамбулдан баршаңызға сәлем. Еліміз аман, жұрт тыныш болсын. Алда келе жатқан барлық ораза айт мерекесі барлық отбасыға құт берекесін ала келсін. Еліміздегі жағдайдан хабардармыз. Қолымыздан келгенше көмегіміз беріп жатырмыз. Елімізде сел тасқыннан зардап шеккен барлық отбасыларға Алла жәрдемін берсін. Тез аяқтан тұрып кетуіне оңай емес әрине. Сонша өзімде кезінде сондай шет жағасын болсын бастан кешіргенмін. 2000 жылдары біздің Қызылорда облысында сондай су тасқыны қаупі бар болатын. Бізді де сөйте ауылымызда эвакуациялап жаңағыдай көрші ауылдарға бізді орналастырған болатын. Тек құжаттарымызды ғана алуға мүмкіндік берді. Сөйтіп жаңағыдай көрші ауылдың мектептерінде түнегеміз, тұрғын үйлерге орналастырған сол жақта түнегеміз. Бір аптадай ауылдағы ер адамдардың барлығы бүкіл дарияға неге суды бітеуге күректерін алып кеткен болатын. Бұл әлі сол жағдай көз алдымда. Сондықтан өте жақсы түсінем елдегі болып жатқан жағдайды. Алла жәрдемшіміз болсын. Қазір қызыммен бірге мына жерде көрініп тұр ма? Коляскамен қызымның әжесіне енеміне бара жатырмыз. Бұйырса ертең айт мерекесі, соған бауырсақ пісіруге көмектесуге бара жатырмын. Сіздерге осы жақтың бауырсағын көрсетейін деймін. Бір жағынан 6 ай бойы сақталатын ерекше бауырсақтарын. Стамбул деген жанып тұр, ыстық. Мен түнде кеш болатын болғасын, үстіме сыртқы киім киіп шыққам, түнде кеш ораламыз үйге. Түнде все-таки бұл жақта теңіздің жағасы болғасын, салқын болады. Сондықтан біраз қалыңдау киіп шыққан еді, мүмкін деген ысып тұр екен. Менімен бірге болыңыздар, достар. Достар, мен келдім. Мамамыздың үйіне бауырсақ пісіруге келдім. Қазір орамал тауып алған дейсің ғой. Неше жыл осы орамалдан басқа бір алып қоям деймін да. Бір жалғыз оюлы орамалым бар еді, оны қызым қайшыма қиып тастапты. Онан 12 жыл бұрын басымда кәдімгі беребан орамал ғой, осы түріктердің. 12 жыл бұрын бір түрік құрбым Алматыда оқыған, Стамбулда тұратын. Осында келген кезде, ол кезде мен Алматыда тұратын едім. Қазір мені көріп отырса, Сельма деген құрбыма дұғай сәлем. Қазір Түркияның Ван деген қаласында. Сөйтіп намазға шығылсам деп сол ниеттен алып қойғам. Сол маған жай намазбен осы орамалды берген еді, осы 12 жыл бұрын. Құрбымның көзін әлі сақтап жүрім ғой. Әлі сақтап жүрім, әлі намазға бастаған жоқ. Е, неқым? Намазға бастады деп берген нәрсе тұр енді. Детім бастау отыр. Қашан намазға бастайтын енді. Қазір бастау керек сода қоятын. Намазға бастау керек, кешеден керімнен гөнделіп жүрген. Содан оқу керек. Осы бір апта оқимын ғой, демалыс. Түркияда айтпақшы бір апта ораза айтқа бір апта демалыс. Қазір барлық жер жабық. Бүгін мысалға 2-ші күні ғой, сейсенбі. Аптека барлық жер жабық тұр. Ертең айттың 1-ші күні дүкендерде бәрі жабық болады. Сондықтан дүкенге анау алатын болсаңыздар бәрін алып алу керек. Бүгін өткені ертең күні бойы жабық болады 1-ші күні. Бірақ ертесі күні дүкендер ашылады, супермаркеттер бәрі. Тек бір күн ғана жабық болады. Ал қалған мекемелер, қалған жерлердің бәрі бір аптаға дейін. Бір апта болғанда уже осы кешегі апта жұмадан бастап шықты ғой. Сенбі, жексенбі, сонымен 10 күн. Бүгін Арафа күні. Қазір бауырсақ пісіруге келдік. Құдай қаласа осы жақтың бауырсақтарын көрсетейін сіздерге. Қалай бұл? Мамамызбен деген аты болмаса, бүкіл еңбектің бәрі мамамыздікі. Осылай күлшелеп қамырдың барлығын жайып қойған екен. Қазір күлшелеп жайып жатыр. Бұның илеп қойған екен. Не қандай іші қамыры?
Un, tuз. Un, tuz, maya. Mayаны білесіңдер ме? Маяға неме? Не ғой жаңағы дрожь, ашытқы. Ашытқы. Я. Қандай май? Bir bardak zeytin sıvı yağ, bir paket yağ, 2 kaşık şeker. Bir стакан зәйтүн майы. Сосын неде бар ма? Сары май ма кәдімгі? Yok şey yağ. Кәдімгі шемішке май. Şey yağlar var ya. 4 köşede kutuda. Ondan кейін bir bardakta süt. Жоқ, май деген не ғой? Маргарин. 4 köşe деген қане? Маргарин. Сондай. Сол ғой. Сосын зәйтүн май, е? Zeytin yağı. Ол енді кертеміз енді. Сонымен осылай илейді. Май қосады екен ғой бауырсақтың ішіне, осылай. Біз мысалы бауырсаққа олай май қоспайды ғой. Осылай қылып маргарин, сосын зәйтүн маймен қояды екен. Yağın altına kızdыrsana. Қазір. Достар, бір жағынан майды ертіп жатырмын. Мына жақтың майы кәдімгі андай бауырсақты сұйық майға пісірмейді. Себебі сұйық майға пісірсе, ол біздегідей жұмсақ болып піседі ғой. Мысалы, ол тек бір 2 күнге 2-3 күнге ғана болуы мүмкін, ары қарай не болып қалады ғой деген сияқты. Мысалы, таза свежий жемесе, ол бауырсақтар, мына бауырсақтың ерекшелігі осындай неге андай қатты майға пісіреді. Осындай қатты май бар ма Қазақстанда? Егер бар болса, осындай пісіріп көрсеңіздер болады. Бұл 1 жылға дейін 6 айға дейін сақталып тұра береді. Бұл майдың бұл бауырсақтың ерекшелігі. Осындай майға пісірген бауырсақ ұзақ сақталады. Ойлаймын, негізі болу керек біздің ескі қазақтарда бұрын осындай сары маймен жаңағыдай ойлаймын, құйрық майлармен пісірген ғой ертеде қазақтар. Көшпенді халықтар біздің арғы неден жайлаудан мына жаққа көшіп қонып жүрген кезде сол дәстүрді сақтап қалған деп ойлаймын. Осы жақтың қазақтары сол бауырсақтарды. Өйткені жаңағыдай алып жеп жүргенге өте ыңғайлы. Мысалы біз шетелге шыққан кезде де өз мамамыз шығарып пісіріп береді. Неде шетелде де жүре бересің де, онда ешқандай ескіріп кетпейді, рахат, жаңағыдай бұзылмайды, кәдімгі чипсы сияқтандырып, әрі дәм, тойымды сондай қылып жеп жүре бересің. Меніңше осындайда қазір бізде де сыртқа қазір семейдің бауырсақтары негізі не болып кетті ғой. Қазақстанда мысалы домалақ бауырсақтары ресторандарда пісіріледі, көлемі несі пішіні әдемі ғой. Андай ши бауырсақтарында қазір шығып жатыр Қазақстан сатуымға. Меніңше осы бауырсақтарды үйреніп алып осындай қылып сатса, кәдімгідей әдемі упаковкасын жасап өте жақсы деп ойлаймын. Маған өте ұнайды осы жақтың бауырсақтары. Достар, мінекей осылай кесіп алып жатырмыз. Мен мысалы осындай ши бауырсақты қысқа ұзын қылып кесіп, анем осындай ұзын қылып қалың қылып кесіп жатыр. Оның бауырсақтары сәл қалыңдау болады. Менікі сәл жіңішке болып піседі. 2 түрлі бауырсақ. Жеген кезде маған бірақ мынаусын үлкені. Жеген кезде өте ыңғайлы. Әрі кез келген. Майды қыздырып алдық, жаңа майды мен сіздерге көрсеткен кезде дұрыс камераны әлі үйрене алмай жатырмын. Өткенде жүргеннен кейін камераны қолыма алмағам ғой. Бүгін енді түсірейін деп алып келсем, жаңа дұрыс түсірмеппін. Майды қойған кезде. Осылай кесіп сосын пісіре береміз. Дайын бол. Осыны бір пісіріп көрейін деп үйде де өзім. Türkiye'nin kazanını bauırsağı. Жаңа майды мен көрсетуді дұрыс түсірмеппін ғой камерада. Майды көрсетіп жүріңізші, қандай маймен пісіргенді.
Мен түсірген едім, түсірмеппін ана жерде камераны. Вита яғни. Вита деген осындай май бар. Осындай Қазақстанда бар ма білмедім, неке іші осындай кәдімгі торта сияқтанған қатты май ғой. Ішіндегісі. Қасықпен бар болса көрсетейінші дедім. Сонымен үстін пісіреді. Кәдімгідей сұйық маймен пісірсе өзі жұмсақ болып түседі ғой ол кезде. Мыналар ұзаққа сақталады. Осыған пісіріп салып жүр. Мынандайды қарыштырып тұрмасаң, ала болып кетеді. Қатты қыздырмайсыздар, бауырсақты? Қып-қызыл пісірмейсіздер дегенім ғой. Жақтың бауырсақ. Кәдімгі біз жақтағы бауырсақтар шелпек деп айтады дедім ғой өткенде. Соларды қызартатын болмаса, мынандай бауырсақтарды қып-қызыл пісірмейді. Осылай сары, алтын сары қып пісіреді да. Алтын сары қып пісіреді. Солай әдемі. Күшті ғой осы жердің бауырсақ. Тұрсын қанша күн тұрса тұрсын тіпті болмайды. Мұздолапқа қойып, бір жылда жесең де жей көресің. Солай. Морозилкаға салып тастайсыздар. Бір жылға дейін сақтап тұра береді. Бұзылмайды еш. Ерекшелігі бар. Сосын айтамын ғой, бұл бауырсақтар қалай жейді деп, ана кейбіреулер, үлкен кісілер, кемпірлер деп сүт шайға салып алып, жұмсатып алғаннан кейін тықыр-тықыр жейді. Тіштер болмаса да. Сүт шайға салып жейді екен, ол сияқты нағыз қазақтар деймін да, баяғы біздің. Сен пісіресің бе? Мен пісіре берейін бе? Не, бұл андан шығар, андан білесің? Зарты қаға жаман. Осылай алтын сары қылып пісіріп алады. Осы жақтың барлық, қазақтардың барлығы осылай пісіреді. Көрдіңіздер ме? Кәдімгідей алтын сары пісірген, ондай қатты қызартпайды. Осындай өте дәмді. Қыздырайық, жоқ, жабық. Вот достар, осылай бауырсақтар. Күшті шығады ғой мына жерден. Алтын бауырсақ. Ауызға сеп, даяғымен бір неге алғалап жүре бересің осылай. Майы болып шықпайды піскен кезде. Піскеннен кейін құрғақ болып қалғандай болып. Ешқандай сыртынан майы жоқ өтіп. Әдемі болып шығады. Әсіресе тамақтан қиналатын шетелдерге барасыздар ғой, мысалы Қытай сияқты, Тайвань сияқты, Бали сияқты, неше түрлі сондай тамақтан қиналатын жерлерге осындайлар пісіріп алып барсаңыздар, осы бауырсақтарды өте жақсы тоқ жүресіздер, жолда чипсы сияқтылап алып солай жүретінбіз, келім екенбіз, жолдасым екенбіз. Шетелде алып шыққанға өте жақсы мынау. Әрі қарын тоқ тұтады, әрі жеген кезде кәдімгідей қытырлатып жеп кете бересің, әдемілеп қағазға орап, бұрыннан шемішке орайтын қағаздарға орап алып салатын еді, шемішкені сондай ғой. Салып алып, шеге алып жүргенде өте ыңғайлы. Тамақтан қиналатын елдерге, шетелге шыққан кезде өстіп пісіріп алсаңыздар болады.
солай жасаймыз. Өте керемет. Мен әдетте былай өзіміздің бауырсақтар бар, Қазақстандағы бауырсақтарды негізі мен таңғы асқа жасаймын көбінесе. Өйткені бізде көбінесе бешбармақпен бірге бауырсақ пісіреді. Көбісі қонаққа кешкісін мысалға бауырсақ тамақпен бірге ауыр кетеді, көбінесе желінбей қалады деген сияқты. Соның үшін мен өзім негізі біздің өзіміздің бауырсақты таңғы асқа пісірген жақсы көремін. Апта соңы таңғы асқа пісіріп тұрамын. Шелпек, бауырсақ дегендерді ыстық ыстықтай вареньемен, ыстық қаймақпен, ыстық бауырсақ өте жақсы келеді сондай кезде. Ал басқа уақытта тамақпен негізі бауырсақ ауыр, сондықтан мен қонақ шақырған кезде бауырсақтарды пісірмеймін. Өйткені бостан-босқа ысырап желінбей қалады да олар. Сондықтан олар тек осылай таңғы асқа, бұл жақта таңғы асқа қонақ шақыру мәдениет бар ғой Түркияда, таңғы асқа шақырады қонақтарын, сыйлы қонақтарды. Сол кезде қонақтар шақырған кезде өзіміздің шелпек бауырсақтарды таңғы асқа пісіретін боламын. Осындай май бар ма, жоқ па, Қазақстанда қатты май. Осы айта отырыңыздар. Сонда пісіргенде. Дайын. Қатты пісірмей, осылай алтын сары ала береміз. Осындай бауырсақ бар, айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар. Қазақстанның әр жерлерінде әртүрлі ғой. Біздің оларды батысы бөлек, шығысы бөлек, солтүстік бөлек. Сіздерде осындай бауырсақ бар шығар. Бар болса, мен өзім мысалы көрген жоқпын, осы жаққа келіп көрдім. Қызылорда облысының бауырсақтары мұндай болмайды. Маған жаңалық болды. Осылайшын бауырсақтары. Вот достар, осылай бауырсақтар күшті шығады ғой мына жерден. Алтын бауырсақ. Ауызға сияп, бәрінен бір неге алғалап жүре бересің осылай. Майлы болып шықпайды піскен кезде. Піскеннен кейін құрғап қалғандай болып. Ешқандай сыртынан майы жоқ өтіп. Әдемі болып шығады. Қараңыздар, бір қамыр, бірақ әртүрлі формада, мынау ірісі, мына одан кішісі, мына одан ұзыншалары, формасы әртүрлі да, әйтпесе бәрінің рецепті бір қамыр. Қазір одан да үлкен пісіретін боламыз. Осындай әртүрлі ғой. Біреу басқаша қалайды, біреу басқаша қалайтындар бар. Мысалы, көбінесе таңғы асқа мынау жақсы кетеді таңғы нелерге. Шайға, сүтті шайға осыларды салып жейді, осы жақтың қазақтары. Көбінесе таңғы асқа осылар жақсы кетеді, осы бауырсақтар. Дайын болып қалды.
осындай. Бір жақсы жері мына қамырды көрдіңіздер ме? Үсті-үстіне тұрса да жабыспайтын. Қамырдың бір жақсы жеріне бәрін үсті-үстіне қойған. Несі бір-біріне жабысып қалмайды. Дайын болды мынандай. Сіздерге түсіріп жатыр бір 40 жыл бауырсақ пісіргендей болып отырмын ғой. Негізінен бірінші рет пісіріп жатырмын. Осы бауырсақты сіздерге көрсету үшін. Ошақта жүріп бір 40 жыл бауырсақ пісіріп жүргендей көрініп жатырмын ғой сіздерге. Негізі өзім пісіріп үйренуім керек осылай. Мамамыз пісіріп береді. Жолдасым жақсы көреді осы бауырсақты. Ой деп. Мен пісіре алмаймын деймін бұны. Үйренейінші осы бауырсақты. Сөйтіп мамамызға тапсырыс беріп, солай пісіріп. Мен өзіміздің Қазақстанның стилінде пісіремін ғой, бірақ мен бауырсақтарын пісіре алмаймын да. Пісірсем өз жақтың шемпек, бауырсақ, әркім өзінің үйренген жағынан. Бірақ енді бәрі жалғастыратын біз ғой, ертең қызым ошақта өсіп жатыр. Жолдасым да қашанғы жүреді біздің қасымызда мамамыз. Сол үшін мамамыздың барында осылай пісіріп үйренейінші деп отырмын енді. Менің ойында жатыр. Қашанғы өз жағымызды пісіре беремін бәрі Қазақстанның. Осы бауырсақты да пісіріп бастан аяқ. Болды солай пісірмейді. Қашан енді болды ғой енді. 6 жыл ма үйленгенімізге жас келін емеспіз. Ары қарай ошақтың қазағымыз бізде. Сондықтан барған жерге сіңу керек деген сияқты. Сондықтан енді ошақтың бауырсақтарын да үйрену керек. Әркім барған жерін жағын үйренеді ғой енді. Солай мойындап қойын. Сәлем достар, баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен Жазира. Тағы да каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Пікір жазылып, комментарий жазып бөлісе отырыңыздар. Баршаңызға ораза айт мерекесі құтты болсын. Барлық жақсылығы мен берекесімен келсін. Елдегі барлық қиыншылықтар артта қалып, тек қана жақсылық болсын деген тілек бар. Қазір кеше бауырсағымызды пісіріп қойдық. Түнмен су жақтарда енімдерде болдық. Қазір енді жолдасым басқа жақтан келеді су жаққа. Қазір мына жақтан көрініп тұр ма? Қызым екеуміз үйден шықтық. Жайлап, саябақпен аралап, енеме бара жатырмыз. Айт мерекесімен құттықтауға. Сол жақтан айт мерекесін құттықтап, ары қарай бүкіл туыстарды аралап құттықтап шығатын боламыз. Осы жақта осындай әдет бар. Мені барлығым жадысында ғой, бірақ мына жаққа міндетті түрде бұл жақта сондай туыстарды аралау, сондай не бар. Стамбулда қазір барлық Стамбул босап қалды десе болады. Көбісі сөйтіп аймақтарға, басқа қалаларға кетті. Өздерінің әке-шешелерінің үйіне деген сияқты мерекеде осылай су жақтарға кетеді. Кейбіреулер шетелге демалады, сол күндері демалып, кейбіреулер көбісі солай аймақтарға, неге жаңағындай аймақтарға, басқа қалаларға барып мерекесімен құттықтап, әке-шешесінің үйінде қалады. Бір апта Стамбул босап қалады осындай кездерде. Айт мерекесінде түріктер барлық балаларына айттық, яғни байрамдық деп айтады. Айттық, жаңағындай жаңадан киім сатып алады. Сол бірінші күні, айт мерекесі күні барлық сонда жаңа киімдерін киіп, әсіресе балалардың ішінде өте көп кең таралған бұл.
балаларға жаңа киім алып, барлық балалар мәрәсере болып жаңа киімдерін киіп, үлкендеріне барып, айт мерекесімен құттықтап, үлкендер ең жақын дегендері балаларға ақшалай сыйлық береді. Яғни біздегі айттық қой, енді тәттілер береді. Жаңағыдай кейбір балалар бұл жақта да біздің Қазақстандағыдай жарапазан айтып жаңағыдай айт мерекесімен құттықтайтындар бар. Оларға да басқалар сондай тәттісін беріп, тиын беріп, ақша беріп, ойна коляскамен келе жатыр едім. Айда бір жағымен камера. Күн бүгін ысып тұр. Сол, жақсы достар, көріскенше біз қазір жолдың ары бетіне өтуім керек. Кейін жалғастырамыз. Ал, айт мерекесі құтты болсын. Амин. Aferin. Hep herkesin elini öptü. Gel. Babanın elini öp. Amcanın elini öp. Yengenin elini öp. Yengenin elini öp. Öp yengenin elini öp. Vay açlık dedi baba say. Öp elini. Gel. Oy oy. Hadi. Koş. Amcanın elini öp. Amcanın elini öp. Aferin. Amcası nesisin sen? Ayşe ablanın elini öp. Yok. Niye? Büyük artık siz büyük. Ha, bayram başla. Ал, құтты болсын ал. Ал достар, неке ораза айт мерекесі Түркияда осылай өтеді. Біз таңертең келген болатынбыз, отбасымызбен осы жерде анамыз үйінде жиналып, айттасып, қазір осынып отырғанның өзінде бір 5-6 шақты осы жердегі үлкендеріміздің үйіне барып айттап шықтық. Осы жақта осындай бірінші күні барлық кішілердің барлығы, үлкен кісілердің үйіне барлығы айттап шығады. Айттап шығып, нелер кішкентай балалар шекерін алып, Түркияда бұл екінші атау бар, ораза айттың екінші атауы шекер байрамы деп аталады. Себебі барлығына да біздің Қазақстандағыдай балаларға, айттап келген балаларға өсіп шекер таратады. Солай ақ қызым да бүгін біраз қаршылық дейді. Осылай айттық ақшасын да жинап үлкендерден солай келіп келген жайы бар. Қазір қайтадан сөйтіп анамыздың үйіне келдік, барлығымыз айттап осылай. Видеоны осымен аяқтайын. Баршаңыздар аман болыңыздар, айттарыңыз қабыл болсын. Қызым кел. Жаным, айтым қабыл болсын. Бәріне айттап жатыр біздің. Осылай көргендеріңізде үлкен кісілердің бұл жақта кішілер қолынан сүйіп, маңдайынан апарып, осылай айттасады. Сол, амандықта болыңыздар. Каналыма жазылып, пікір жазып, бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл мені шабыттандырады. Амандықта болыңыздар.